кардиолайф дефибрилляторы. Міне ең бірінші қараңыздар, бұл домалақ роликпен басқарылады. Настройкасына тексереміз, уақытын қоямыз. Қызыл несін, белгісін сол жаққа қарату арқылы қараңыздар. Міне, ал енді екіншісі монитор. Қараңыздар, монитор науқасқа келдік. Науқас ес-түссіз. Енді грудинка, қараңыздар, верхушка. Соны науқасқа қойып тексеріп аламыз. Яғни жалпы шокты ритм ба, шоксыз ритм ба? Бұны әрине шокты ритм кезінде қолданамыз. Яғни қарадық, яғни жүрекшенің фибрилляциясы кетіп жатыр. Бұл кезде бірден дефибрилляторды қолданамыз. Қалай? Қараңыздар. Бірінші қауіпсіздігімізге өзі баса назар аударамыз. Жанымызға адам жақындамау керек. Өзіміздің әсіресе жеке қауіпсіздік, науқасқа денеміз тимеу керек. Құрғақ жер болу керек. Міне қызылды қараңыздар. Қараңыздар, қызыл белгісін. Роликті қимылдатып, 150-ге алып бардық. Сосын кейін не істейміз, достар? Қараңыздар. Заряд деп тұр. Көрдіңіздер ме? Немесе верхушкада тоже заряд деп тұрады. Осыны басып, бірінші ток жинап аламыз. Қойып тұр. Міне. Қараңыздар. Міне жиналып жатыр экраннан. Сосын разряд 2 кнопканы бірдей басамыз. И болды. Және кішкентай балаларға, жалпы кішкентай балаларға қолдануында қандай ерекшелік бар? Кішкентай балаларға қолданатын кезінде әрине бұл жерде лапаттың көмегімен аламыз. Қараңыздар. Кішкентай балаларда оның ерекшелігі жалпы балаң мысалы фибрилляция беріп жатыр, кішкентай балалар клиникалық өлім болып жатыр. Оның салмағы мысалы 1/2, жалпы оның салмағы 10 кило болса, жалпы 20-мен бастаймыз. Қараңыздар. Міне. Тексереміз, міне 20-ға алып бардық. Қараңыздар. Міне сәйкесінше қойып тұрмыз. Міне бірінші заряд жинап аламыз. Қойып тұр, қауіпсіздік. Міне заряд жиналды. Разряд бірден басамыз. Болды достар, осы ғана.